Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 95-ші сабақ ана тіліне тағзым тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта бірінші тапсырма түсініп оқы, жаттап ал. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзімізді солай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбай. Екінші тапсырма өлеңді тыңда. Сүйемін. Сүйемін туған тілді, анам тілін, бесікте жатқанымда-ақ берген білім. Шыр етіп жерге түскен минутымнан, құлағыма сіңірген таныс үнін. Сол тілмен шешеммен әлдилеген, еркелеткен құлыным жаным деген. Сол тілменен бірінші білгізілген ана деген сүйгендік сөз һәмменен. Сол тілменен үйрендім нәрсе аттарын, сол тілмен дінді, әдетті мен жаттадым. Ең бірінші сол тілмен сыртқа шықты, сүйгенім, жек көргенім, ұнатқаным. Өлеңнің авторы Сұлтанмахмұт Торайғыров. Үшінші тапсырма түсініп оқы. Өлеңнің авторы туралы әңгімеле. Сұлтанмахмұт Торайғыров, ақын, ағартушы. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы дүниеге келіп, 1920 жылы дүниеден озған. Ол солтүстік Қазақстан облысы Уәлиханов ауданында туған. Оның мынандай шығармалары бар. Шәкірттерге оқудағы мақсат не, және тағы басқа да өлеңдері бар. Төртінші тапсырма. Екі өлеңді салыстыр. Бірінші тақырыбы, екінші негізгі ойы. Балалар, екі өлеңнің тақырыбы екі түрлі. Ал негізгі ойына келетін болсақ, негізгі ойы бірдей. Екі өлеңде де ана тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік туралы айтылған. Бесінші тапсырма. Тіл туралы қанатты сөздер, афоризмдер жинастыр. Бесінші тапсырма бойынша тіл туралы әсерлі қанатты сөздер. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Өнер алды қызыл тіл. Тіліңді бақ, басыңа келер пәле тілден. Тіл халықтың жаны, тіл ұлттың рухы. Ал енді балалар, осы тіл туралы афоризмдер мыналар. Тіл халықтың ең үлкен байлығы деп Пушкин айтқан екен. Ал тіл адамның ой өрісін дамытатын құрал. Бұл Толстой айтқан. Ал Абай атамыз тіл туралы: тіл жүректің айтқанына көнсе, жүрек шындықты сөйлер деген екен. Алтыншы тапсырма. Ана тілім деген тақырыпта 5 жол өлең құрастыр. Ана тілім жүрегімсің анамның, жүрек ана, мен өзіңнен жаралдым. Сағат сайын саулығыңды тілеймін, сенсіз мынау керегіне ғаламның. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.